Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге тайлақтың өркеш майын қалай пайдаланатынымды көрсеткім келіп отыр. Ай сайын жілік аламыз. Сонда семіз тайлақтан осындай молынан май шығады. Өткен жолы видео салған болатынмын. Осы алған жілігімнің сом еттерін майын қоспай-ақ фаршқа айналдырып, сонымен бір апталық тамақ дайындаған болатынмын. Енді майы бөлек қалды. Оны осылай майдалап турап, қазанға салып, орташа отта былғап тұрып ерітіп алдым. Май әбден ерігесін, оның түйіршіктерін осылай сұйықтықтан бөліп алдым. Енді бұл маймен қатпарлы қамыр дайындаймын, ауызса тамаққа қосамын аздап. Ал түйіршіктерін ыссы кезінде осылай нанмен жегенді өзім де балаларым да жақсы көреміз. Бұны маған бала кезінде анам үйреткен болатын. Енді мен майды бірден пайдаланатын боламын. Одан қатпарлы қамыр илеп, мұздатқышқа салып қоям, кез келген уақытта пайдалана алатындай. Көп мөлшердегі қамырды тығыз қылып илеу үшін осы әдісті пайдаланамын. Яғни стол үстіне ұнды қойып, ортасын осылай ойып, видеода көріп тұрғаныңыздай. Оған жұмыртқа салдым және стаканға суға тұзды араластырып алдым да, суымды аздап-аздап құйып отырып, өте тығыз қамыр илеп алдым. Өзіме осы әдіспен илеген өте ыңғайлы. Егер көп мөлшердегі қамырды ыдысқа илейтін болсам, онда жұмсақ болып кетеді. Енді қамырдың бетін ыдыспен жауып 20 минутқа қалдырдым. 20 минуттан кейін осылай 6 бөлікке бөліп алдым да, оны дөңгелек пішінде зуалап алдым. Сосын оның бетін жауып, тағы да бір 10 минутқа демалдырып қойдым. Одан кейін 10 минут уақыт өткеннен кейін әрқайсысын өте жұқалықта жазып алдым. Столдың үстіне май жақтым, көріп тұрғаныңыздай. Бірінші оқтаудың көмегімен жұқартып жазып алдым да, одан кейін қолыммен тартқылап жұқартып алдым. Бұл уақытқа дейін жаңағы майымыз түрін өзгертіп, уже қатып жатыр. Оны бөлек бір ыдысқа 3-4 қасық салдым да, үстіне сұйық май араластырдым. Сұйық май араластырғаныңыз өте маңызды, әйтпесе қатты болып шығады. Екеуі бірге араласқан кезде өте жұмсақ болады нанымыз. Сосын видеода көріп тұрғаныңыздай, майды қамырдың барлық жеріне бір тегіс жағып шықтым да, қамырды орадым бірінші. Орағасын жаймен жұқартып созып, яғни ұрғылап, столдың үстіне ұрғылап созып алдым да, тек беткі қабатына ғана тағы бір қатар жағып, сосын оны айналдырып дөңгелек пішінге келтіріп алдым. Осы әдіспен барлығын дайындап алдым. Достар, жалпы маргарин сары майдан гөрі малдың майы дәмі ерекше, өте дәмді шығады. Сіздерге де үй жағдайында қатпарлы қамырларыңды осылай малдың майымен жасауға кеңес беремін. Өте дәмді шығады, ұнайтынына сенімдімін. Барлығын орап болған соң, ең бірінші дайындалғаны жұмсарды. Бұл уақытта оны бірінші жазып, тағы да бетіне май жағып, екіншісін жазып үстіне қойып, үшіншісін, төртіншісін, бесіншісін солай барлығын бір-бірінің үстіне қабаттап шықтым. Сосын оны көріп тұрғаныңыздай 4 жағын ортаға бүктедім да, пакетке салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып немалдырып қойдым. Енді бұның көлемі өте үлкен, сондықтан жарты сағат өткесін тоңазытқыштан алдым да, самса, басқа да тағамдарды пісіру үшін ыңғайлы болсын деп 4-ке бөліп сақтап қойдым мұздатқышқа. Және де оның бір бөлігін дәл қазір қаттамадан дайындайтын боламын. Достар, видео сіздерге ұнап жатырған болса, мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Көріп тұрғаныңыздай бір бөлігін кішілеу 5-ке бөліп алдым, ал қалған 3 бөлігін пакетке салып, мұздатқышқа сақтап қоятын боламын. Келесі тағамдар дайындауға қажет болады. Ал енді қаттама нанды дайындағанымды көрсетейін. Ол үшін қамырды орташа жұқалықта жазып алып, табаға аз мөлшерде май құйып, астын жай қойып, нанның екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. От жай тұру керек, қатты тұрса бірден ортасы піспей, бірден күйіп кетеді. Достар, видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.